Екі болып шығады. Жақсы. Мен үйге берген тапсырманы білесіз ғой? Иә, қарап беріңдер ғой. Қазір былай бізде бүгін ерекше сабақ. Арнайы қонақтар келіп отыр. Сондықтан мейлінше бірігіп бір-бірімізді тыңдап жұмыс жасайық. Бүгінгі жұмыстың формасы біздер топтасып жұмыс жасаймыз. Яғни топтасып бірігіп біраз дүниелердің басын шаламыз. Қазір былай топтасып жұмыс жасау үшін, ыңғайлы болу үшін қандай әдіс қолданудамыз. Кім қай жыл мезгілінде туды. Сол туылған жыл мезгіліне қарай топтарға бөлінеміз. Так, былай жасайық. Күзде туғандар отыр мына жерге. Иә? Так, ауысамыз. Көктемде туғандар мына жерге. Қыста туғандар мына топ. Жазда туғандар мына жерге. Көрейік. Ес. Жақсы. Бала, бері қараңдар. Мен жайдан жай жыл мезгілден тұрғандар. Тапсырмасын білесіздер. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі тақырып біздің. Қалай болады? Бүгінгі тақырып біздің. Тағы да? Жыл мезгілдер. Енді мына мен қарамайсың, мына айтым ғой. Осыдан бұл сендерге мынаны көріп жоқ болған. Осыған қарай. Жақсы. Жарайды, күнтізбе. Енді кім айтады? Біз бүгін қандай мақсаттар қоямыз алдымызға? Қандай, нені анықтауымыз керек? Сендер тақырыптыра оқытыңдар, үй тапсырмасын. Иә? Қандай мақсат қоямыз? Айтыңдаршы, өздері ойларды айтып көріңдер. Мақсатымыз не бүгінгі? Жыл мезгілдердің айлардың қалай ауысатынын анықтау. Дұрыс, өте дұрыс, анықтаймыз. Тағы да, не білуіміз керек деп ойлайсыздар? Бұл сабақта. Айталым. Жылдың күннің ауысуының себептерін айының ауысу. Оны айтылды, дұрыс, оны қараймыз. Тағы да. Аспан денелерінің қозғалысы және ядамның Енді біз жаңа күнтізбе деп айтырмыз ғой. Өте дұрыс айтасың. Отыралым. Енді бүгінгі сабақтың мақсаты, балалар, дұрыс айтып отырсыңдар. Жақсылап мұқият тыңдап отыр. Біз соған түбінде жауап беруіміз керек. Жалпы бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, біздің тақырыбымыз күнтізбе негіздері. Яғни күнтізбенің аспан әлемімен қандай байланысы, себеп салдары, оның дамуы, осыған біз жауап беруіміз керек. Яғни түп негізі қаяқтан алынды. Біз осыған біз жауап беруіміз керек. Енді бірінші тапсырма сендерге, бірінші үй тапсырмасын қайталау үшін, біріншіден, екіншіден еске түсіру үшін. Мен қазір сендерге 4 әрқайсысын бірін қайталамайсыңдар. Бір осы сендерге берілген ұғым туралы бір ақпарат, өздерің білетін ақпарат айтасыңдар. Түсінді ма? Тапсырма. 1 минут уақыт. Тапсырма түсінді ма? Міне, қатысты. Мағлұмат айтасыңдар өздері. Осыған қатысты. Ақылдасыңдар? Кезек-кезекте бәріміз бір ақпарат жазамыз ғой. Бәріміз бір ақпарат жазамыз. Яғни қайталамайсыңдар? Үшінде мерзімдер. Бұл бәріміз басын көтереміз. Бәріміз мұқият тыңдаймыз. Айтылмаған нәрсемізді қосамыз. Баста. Күнтізбеде ай деген болады. Жерде 1 жыл болады. Ол күнді толық айналып шыққан уақыты ол 365 күн. Сол 365 күнде 4 ай болады. 365 күнде 4 ай? 12 ай болады. 12 ай, бір жылда 12 ай бар. Болды, жүр. Жақсы, келесі, тез. Айта бар, тез, айта бар. Ең көне күнтізбе ол ай күнтізбесі, ол біздің дәуірімізде. Ай күнтізбесі деген бар. Жақсы, түсініп, сен келесі. Айда 30 немесе 31 күн бар. Айда 30-31 күн. Жақсы, айта бар. 30 жылда ай 11 күнге ерте туады. Қалай? 30 жылда ай 11 күнге ерте туады. Оны мен түсіне қоймадым. Жақсы, мен келесі сендер тәуірге сендерді бір-бірін тыңдаймыз. Айталым, жылап. Бала, 1 минут. Тыңдаңдаршы. Көп сөз айтуға жоқ. Бір ғана тұжырым. Жақсы, бір ғана ақпарат.
жердің өзіне толық бір айналуы. Тәулік дегеніміз жердің өзінің өте дұрыс, жақсы. Бір тәулікте 24 сағат. Өте дұрыс, жақсы. Айта береді. Егер санақ теңесі ретінде күн алынса, онда бізде күн тәулігі болады. Ал егер санақ теңесі ретінде жұлдыз алынса, бізде ол жұлдыз тәулігі. Өте жақсы, молодец. Айта бер. Жер құрылымдары 24 сағат бойынша орташа күн тәулігі. Қатты дауысын шығар. Жер тұрғындары 24 сағат бойынша орташа күн тәулігі. Так, жақсы. Қатты дауыстарын шығарып айтыңызшы, біз естімейміз. Айта бар. Және де осы бір жылдың ішінде 365 не бар. Және де осы жер күнді 365 жылда, 365 жылда? 365 тәулікте, Иә. 5 сағатта 48 минутта. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Жас тобыр. Айта ғой, тез. Күні күнтізбе ол ай күнтізбесі. Так, сендерге берілген күнтізбе, иә? Дұрыс, жақсы. Күнтізбе аспан денелерінің айналымын периодын есептеу жүйесі. Не істейді? Периодын есептеу жүйесі. Жүйе, иә, бұл жақсы. Рахмет, келесі. Қатты. Так, бала, қолданамыз. нені қолданамыз? Біз ба? Солай ма, балалар? Юлияны қолданамыз ба біз? Дұрыс оқымапсыңдар. Так, жақсы. Юлиян күнтізбесі деп айтсаң болады, жақсы. Так. Ай фазалары әр 29 тәулік қайталанады. Қандай біздің сөзіміз? Күнтізбе. Ай күнтізбесі. Ай күнтізбесі. Қайталанды ғой, бұл қайталанып тұр. Так, жақсы, ары қарай. Юлиян күнтізбесінің ұзақтығы 365 күн 125. Так, жақсы. Омар Хайям күнтізбесі ол қазіргі сәтке дейін ең дәл күнтізбе болып саналады. Омар Хайямды күнтізбесі бар ма? Иә. Солай ма? Так, жақсы. Жас тобына рахмет. Так, күз, иә? Давайте, сендер. Тез жылдам, тез уақыт өтіп барасың. Жыл мезгілдерінен немесе жаз, күз, қыс, көктем ол күн, жер күнді айналуымен арқылы түсіндіріледі. Так, жақсы, отыр. Тек қана бірақ тұжырмайтындар, иә? Жыл. Так, ары қарай. Жылды тәулікті бірай құрайды. Жылды немен не құрайды? Тәулік және де айлар құрайды. Жылды, иә? Так, жақсы. Бізде жылда 12 ай 365 тәулік тұрады. Тәуліктен тұрады. Екеуің бір нәрсе айтып тұрсыңдар ма? Ол жай айтты, мен нақты санаймын. Нақтыладың да, жақсы, жарайды. Қалды. Жер орбита бойымен күнді 365 тәулікте 5 сағатта айналып шығады. Жыл деген сөз қайда? Жыл. Я сен жыл айтың керек, жылға қатысты. Ол тропиктік жыл деп. Ол тропиктік жыл деп айтады. Так, жақсы. Жыл сендерге берді ме? Яғни жыл туралы айтыңдар. Жылдың мағынасын ашу керек. Так. Қазір бір жылда 4 мезгіл. 4 мезгіл бар, дұрыс айтасың, жақсы болады. Так. Жыл күнтізбенің негізгі бөлігі. Так, жақсы. Так, сен айттық та? Так, жақсы болды. Рахмет. Міне, жалпы үй тапсырмасын оқығандарың көрініп тұр. Иә? Негізі, мен осы ретте сендер қайсы? Қыз маған көрсетіп қыз тобы өте жақсы, мағыналы жауап берді. Қалғандарың жақсы. Бір-бірін қайталау болды. Атак жалпы бәрі үй тапсырмасын жақсылап болды. Келесі біздің тапсырмамыз миға шабуыл деп аталады. Мұқият оқыңдар. Бәрін бері мұқият қараңдар. Так. 5 саусағының, мені қараңдаршы. 5 саусағының арасында ұқсастықтар бар ма? Егер ұқсастықтар болса, олар кездейсоқ па, әлде заңдылық па? Міне осыған қазір әр топ жауап бересіңдер. Бәрін састарып көтереміз. Бала, бізде уақыт өте тығыз болғандықтан, мұқият тыңдайық, жақсы ма? Өзгеру, жердің бетінде жыл мезгілінің өзгеруі неліктен? Бір сұрақ. Екінші, ұқсастық бар ма? Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ не? Ол заңдылық па? Кездейсоқ па? Өздерінің пікірлерін. Жыл мезгілдері өзгеріп отырады. Себебі жер ол өз орбитасына перпендикуляр 30 градус перпендикуляр орналасқан. Параллель. Перпендикуляр ма? Параллель. Параллель емес, не деп айтамыз оны?
көлденең. Сол себепті ол солтүстік полюс күнге жақын болған кезде ол жақта жаз болады, ал ол жер өз өсіне. Так, түсінікті болды. Себебін айтсаңдар болды. Түсінікті. Так, бірінші сұрақ, екінші сұрақ. Ұқсастық бар ма? Ұқсастық таптыңдар ма қолдарымен? Саусақпен. Ұқсастық емес, андау. Жоқ, ұқсастық таптыңдар ма? Қандай ұқсастық? Айтыңдаршы. Қандай? Иә. Бар ма, жоқ па? Таппадыңдар, иә? Так, жақсы. Так, келесі топ. Тез. Күннің орбитаның бойында Так, тұра тұр. Мұны қараңдар, балалар. Бірінші топ, көктем. Сыңдандар. Көктем неден екен? солтүстік немесе қай жақта болады? Солтүстік немесе оңтүстік сол. Неліктен жыл мезгілі ауысады? Соған жауап берші, тек қана. Себебін ғана. Неліктен? Жер өзі осі бойынша Жер өз өсі бойынша айналады дейсің. Так, ол себеп емес. Айналады, жақсы. Ол жердің өз өсінен айналуы нені береді? Күн мен түннің айналуын береді. Ал жыл мезгілінің ауысу не қатысы бар бізге? Қалай болады? Так, жаз тобында жауап жоқ. Так, екінші сұраққа жауап бар ма? Ұқсастық бар ма, жоқ па? Ұқсастық бар. Қандай ұқсастық? Ол кездейсоқ, өйткені саусағымыз арасында төртеу неде бар. Не бар төртеу? Саусағымыз арасы. Ол жылдың Арасы не ол? Кәні, көрсетші. Так, төрт арасы бар дейсің, да? Так, жақсы. Ол жылдың төрт мезгілі. Ну, төрт буынның арасы бар деп тұрсың, енді төрт жылдық мезгіл сәйкес келеді деп тұрсың, иә? Ол заңдық па, кездейсоқ па пікірлер? Кездейсоқ, жақсы, рахмет, отырыңдар. Так, күз, иә? Так, күз. Себебі менің ойымша жер осьті айналғанда және ол күн, мысалы жер бұлай болса, ол мынау бетіне күн түседі, ал мынау бетіне күн сәулелері түспейді. Және температура аз болғандықтан, мысалы жаңбыр жауғанда, менің ойымша ол қатып, мұз кристаллына айналдырады да, солай қар пайда болады. Себебі жер осі орбитаны күнді орбита арқылы 20 градус көлбеу бағытта айналады. О, міне, мәселені де қайда жатыр. Бала қараңдар, мына негізгі түйін өте жақсы. Міне күз тобы, мына негізгі сұраққа міне енді келді. Жердің өз-өзінен айналуы, ол жыл мезгілінің айналуына алып келмейді. Өз-өзінен айналуы неге алып келеді? Тек күн мен түннің айналуына. Ал енді жыл мезгілінің ауысуы неге байланысты? Орбитаны. Бірінші топ айтты ғой, яғни жер өсінің орбитаға қозғалу орбитасына 23 градусқа қанша? 23 градусқа ығысқан. Көлбеу бұрыш жасауына байланысты. Иә? Так, жақсы, рахмет. Міне төбе негізі. Так, екінші сұрақ. Отыра ғой. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Ұқсастық бар ма, таптыңдар ма? Қандай ұқсастық бар? Адам қолында төрт буын болады, саусағының арасы. Біз осыны жыл мезгілдерде сәйкес келеді деп ойлаймыз. Және де адам қолында сүйектер болады, саусақтарының арасында. Сол 12 ай болады. Сүйек бөлігіндегі күн тізбесі 31 күн болады, ал былай шұңқыр жатқанда 30 күн болады. Солай біз осы ай 30 күн немесе 31 күн екенін анықтаймыз. Анықтайтын иә? Осы ай 30-ға толма, 31-ге толады ма деп, иә? Так, бұл заңдық па, кездейсоқ па? Кездейсоқ. Кездейсоқ, жақсы. Так, рахмет. Так, енді соңғы топ, иә? Так, сендер. Өз тұсында айтты. Осы жаз, күз, көктем және қыс ауысып отырады. Оның бір себебі бар. Бірінші, жердің күнді айналуы. Екінші, жердің күнді өзінің орбита жазықтығына көлбеу болатыны, және де жердің күнді айналып жатқан кезде оның осіне өзіне өзі параллель болатыны. Біздің ойымызша ол саусақтармен ұқсас, себебі міне біздің осы саусақтарымызда бірінші бізде қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, содан кейін тамыз, қыркүйек, қазан, қараша және де желтоқсан.
Және де осын санаған кезде, мысалға осындай сүйектерде тоқталған кезде қаңтарда бізде 31 күн бар. Ал осы жерде ақпанда 29, кейбір кезде 28 күн бар. Түсінікті, молодцы. Бұл сендердің ойларың қалай? Кездейсоқ па, жоқ әлде бұл заңдылық па? Кездейсоқ. Так, жақсы. Енді сендер зерттіктерді әлі дұрыстап ойға салмақта. Мұқият қараңдаршы. Мен жаңа уақытты үнемдейді бір жағынан айтпадым. Мен сендерге мына айтам дедім, бірақ енді мынаны айтпады, тұра келіп тұр. Мынау біздің бүгінгі сабақта негізгі қолданатын сөздеріміз. Күнтізбе, тәулік, ай, жыл, көктемгі күн мен түннің теңелуі, күзгі күн мен түннің теңелуі, және ай және жүктер. Бұл өте маңызды тірек сөздер. Енді қараңдаршы қолданған. Мұқият қараңдар. Мынау төрт саусақ. Орналасуы қалай? Мынау көктем. Бір жыл мезгілі. Қанша бұннан? Үш. Не бұл? Үш ай. Мынау жаз. Мынау күз. Мынау қыс. Енді қараңдар. Мынау саусақ пен мынау саусақ қандай? Бірдей. Көктем мен күзде не істейді? Күн мен түн теңеледі. Ал жазда күн қандай? Ұзақ. Қыста қандай? Қысқа. Мен осыны сендер байқаймын деп едім, сендер байқай алмадыңдар. Бұл енді басқа сұрақ. Бұл негізі менің тұжырымдамам емес. Бұл Әл-Фараби атамыздың айтқан сөзі. Әл-Фараби бүйтіп айтады. Адам дейді, үлкен әлем ішіндегі кіші әлем. Сондықтан да әлем тануды өзінен бастады. Қандай? Адам галактикада үлкен ғарыш бар есіп тұр. Сол ғарыштың микро галактикасы. Сондықтан бұл кездейсоқ емес, бұл заңдылық. Мен тек біреу ғана белгісін айтты. Егер қызықсаңдар, сендер арыз зерттесеңдер, толып атқан дүние бар. Мен осы сендерге өздерің айта ма деп едім, өкінішке орай оны айта алмадым. Қызық па екен, қызық емес па? Қызық. Так, онда жақсы. Аға ретке мұқият тыңдаңдар, тапсырманы қараңдар. Осы кезге дейін адамзат бір дүниені дайындаған сан мыңдаған күнтізбелердің ішінен неліктен тек қана 2 күнтізбе қалды. Міне, қазір қолданып жүрген біздің мынау күнтізбеміз, бүгін қаншасы? 23. Қай? Мамыр. Екінші, ораза оқығандар бар ма? Жоқ. Бір адамдар, үйде ораза оқығандар бар ғой? Ол қай күн, қай ай қазір? Рамазан айы. Міне 2 күнтізбе. Қазір бұл әлемде негізгі қолданыста қалған 2 күнтізбе. Ал кезінде мыңдаған, миллиондаған күнтізбелер болды. Соның бәрі уақыт өте келе, не істеді? Жойылып кетті. Қазір енді кезіндегі тарих мағлұматтар ретінде кейбір кішігірім мемлекеттерде, кішігірім елдерде қолданылуы мүмкін, ал бірақ негізі қазір міне қазір сендерге тапсырма, міне осы неге 3 минут уақыт беріп, ақылдасып, неге кезіндегі мыңдаған, миллиондаған күнтізбелер қазір күнтізбе қалды? Міне осы сұраққа маған жауап тауып берді. Бірақ сұраққа жауап бересіздер. Дәлелде күнтізбенің ең басты мақсаты күн мен түннің теңелуін 21 наурызға дәлелдеу қойған методикасы. Кеттік. Маған көп сөз айтудың қажет жоқ. Тек қана тұжырымдама, бірақ оймен ойларыңды жеткізесіңдер. Жақсы ма? Так, кім дайын? Кім дайыннан бастайық? Ал, столынан бастайық. Кәдімгі тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз. Мен бірінші Рамазан айы туралы айтқым келіп тұр. Бұл екеуінің біреуі, бұл қалған себебі бұл дін. Бұған барлық адамдар сүйенген және оған қарсы ешкім ештеңе айтпаған деп ойлаймын. Себебі дін деп есептейсің ба? Дінге байланысты, да? Сендер де солай ойлайсыңдар ма? Сендер ойларың? Сосын оның өмірсін бастайтын уақыттары мерзімдері болады. Ол біздің күнтізбелеріне... Так, жақсы, отыра ғой. Так, все. Екінші тұжырым бар ма? Ал, тыңдайық, айта ғой. Күнтізбенің негізгі мақсаттарының бірі ол күн мен түннің теңелуі,
дәл 21 наурызға түсу. Ал бұрынғы кездерде бұл күнтізбенің сол күні дәл сол уақытқа түспеген немесе олар ойлаған болашақта ол сол күнге түспейді деп. Сөйтіп, олар уақыт өте келе өстіп қарап отырған. Сөйтіп, осы мысалы Юлиан күнтізбесі 11 наурызға келіп теңелген. Ал Григориан күнтізбесі де осы оның мақсаты жетпеген осы 21 наурызға түсу. Сондықтан тек қана екі осы не. Бұл сенің жеке ойың ба? Жоқ, бір жерден оқыдың ба? Бұл жеке ойың, да? Сенің егер жеке ойың болса, онда өте кетті. Я? Бірақ себебі ода емес. Так, жақсы, келесі. Кім дайын? Кім жауап береді? Так. Біріншісі, күнтізбелердің арасында ауытқулар болды. Бәрінде болды, я? Және екіншісі, ол басқа аспан денелеріне қарағанда, салыстырғанда күнтізбе шығарды. Мысалға, ай күнтізбесі, тағы да басқа күнтізбесі. Ай күнтізбесі, сосын? Так, сендер маған себебін айтсаңдаршы, неге екеуі ғана қалды? Қалғандардың бәрі кетті. Себебі мысалға, бір Үндістанның өзінде 300-ге тарта күнтізбе болған. Осы уақытқа жақын араға дейін 300-ге тарта ойлаңдаршы. А енді қазір тек әлем бойынша күнтізбе қалып жатыр. Неде деп ойлайсыңдар себебі? Себебі олар Так, жақсы, ойланды. Так, жас тобында жауап жоқ, енді тек күз қалды. Ал, тыңдай, күзді. Ка? Жауап бар ма? Кәс, тыңдай. Жоқ, айта береді, тез, уақыт өтіп барады. Себебі, екі шартта ешқандай күнтізбеде орындалмады. Қандай шарт? Біріншісі ол неге тропиктік жылға сәйкес келу керек, екіншісі күн теңдеуіне сәйкес келу. Жоқ, ол салдары ғой, маған себебі керек. Себебі. Жауап бар ма? Так, жақсы, рахмет. Кән, көктемнен тыңдаймыз. Біздің ойымызша, ол басқа күнтізбелердің алып тастау себебі, ол басқа күнтізбелер біріншіден 21 наурыз күнмен теңелу уақытына келмеген, екіншіден ол уақытта бізде айтады ғой, жыл дегеніміз ол аспан денелерінің бір уақыт аралығында айналып отыру уақыты. Сол тропиктік жылға сәйкес келмеген. Так. Сәйкес келмеген деп айтып жатсыңдар, дұрыс. Оның бәрі салдар. Маған себебі керек. Неге екені? Адамдардың сенімі ғой, өйткені оларға ыңғайлылығына байланысты ғой. Егер жақсы, былай жасайық. Себебі ағай көп күнтізбеде сол 365 күннен артық күндер болып шықты. Кейбір күнтізбелерде бір айда 30-ақ күн. Оның бәрі салдар. Маған тек себебі керек. Ол салдар менің қызық емес. Ол салдарды айтып өтсем өте көп. Миллион күнтізбе болса, миллион салдар бар. Так, енді мұқият тыңдаңдар. Мына қараңдаршы, мен сендерге әдейі қойып қойдым мына көңіл аударама, аудармаймын деп. Мына Шәкәрім атамыздың айтқан сөзін қараңдаршы. Не дейді? Алланың пендесіне мейірімі мол. Сен де өзіңдей адамға мейірімді бол. Ол жаратты. Сен дағы жаратып бар. Бардан барды шығарсаң, болады сол. Мынау сөйлерге кілт сөз, қатысқасыда. Неге негізделген күнтізбе, ал хижра күнтізбесі неге негізделген? Күнтізбелер олар бір-біріне қарап дамыған. Так, жоқ. Так, қандай? Мен былай жасайын, әлі ойландым, мен жауабын айтпай тұра тұрайын, иә? Сен жауабын айтырсам, болмайсың. Әлі ойландым тұрыңдар. Неге екен, бұған тағы да ораламыз. Так, біздің келесі тапсырмамыз бар. Келесі тапсырмамыз, одан да қызық тапсырма. Мұқият тыңдаңдаршы. Мұқият қараңдар. Бәріміз бері қараймыз. Мен тапсырманы егер дұрыс түсінбесек, тапсырманы да дұрыс орындалуы ойдағыдай болмайды. Кән бері қарай. 9 есебі деген естулерің бар ма? 9 есебі. Қазір сендер бәрінде алдарында ноутбуктар тұр, иә? Мына стеллариум бағдарламасын пайдаланып, бізде қазақта жырларда кездеседі мынандай шумақтар. Екі батыр соғысты, үркер мен айдай тоғысты дейді. Тоғыс деген сөздің мағынасы не ол? Кездесті, дұрыс айтасың. Тоғысу. Еген жолдардың үркер мен айдың қай мезгілдерінің төмендегі 4 мезгілге сәйкес келетінін зерттейміз. Яғни қазір сендер, мен әдейі жазып қойдым, бірінші топ.
көктемгі күн мен түннің теңелуі кезінде осы тоғысу бола ма, болмай ма? Иә? Екінші топ күзгі күн мен түннің теңелуінде, жазғы күннің тоқырауында, қысқы күннің тоқырауында осы құбылыс болады ма, болмайды ма? Осыны программаны пайдаланып, тексеріп, маған жауабын айтасыңдар. Сондықтан, міне осыдан бастап біте беріңіз ағылым. Бірінші сонда топ кім болады? Көктем болады, екінші топ жаз болады, үшінші топ күз, енді төртінші топ. Так, уақыт кетті, 3 минут уақыт. Кез келген уақытта, міне болашақта да, өткен уақытта да ол үшін не істейсіңдер сендер? Датаға нені қоясыңдар? 21-ші желтоқсанда. Міне сендер қайт оқы? Қыс, иә? Қыс қай күнге келеді бұл? 21 желтоқсан. Вот 21 желтоқсанында түнді күн қараңдар. Иә? Сендер қай күнге қоясыңдар? Тез. Так. Кім тапты? Так, 10 секунд. Торпақта, иә? Дұрыс, торпақта. Так, неден бастаймыз? Көктемден бастаймыз. Так, все, болды. Мышканы қойды. Болды. Мышканы қойды, болды. Бастарын көтер. Бастарында көтер. Так, сен де қой мышканы қойды, болды. Жоқ, байқалмайды. Сендерде байқалған жоқ, иә? Так, жақсы. Так, екінші топ. Байқалды ма, байқалған жоқ? Байқалды. Бізде бұл торпақта болды. Торпақтың кезінде жақындады, иә? Так, өте жақсы. Сендерде мынау жас тобы. Байқалды ма, байқалды ма? Байқалды. Иә? Қай уақыттарда байқалды? Қай жылы? 2046 жылы. Иә? Так, жақсы. Сендердікі? Байқалды ма, байқалған жоқ па? Олар жақындағанын байқалды. 22-сі мен 21-де ай жарық көрінді, сол кезде олар бір-біріне жақындап келді. Так, жақсы. Енді бәрін былайсыңдаршы, бастарын көтеріңдер. Бастарымыз көтереміз, бәрін бер қараңдар. Енді біз тамақты қорытындылайық. Так, бала бер қараңдар. Бол. Үйде қарайсыңдар. Жақсы ма? Шын мәнісінде, мен бұл әдейі сендерге 9 есебін жәрдемші беріп тұрған жоқпын. Мен тағы да бір рет өзіміздің қазақ үшін, біздің ата-бабаларымыздың кереметтігін біз ұмытып қалғанбыз. Бүкіл әлем ғалымдары қазір үлкен дау болған. Қазіргі біздің қолданып жүрген күнтізбеміздің өзі бар ғой. Біздің қазір Григориан және Хижра күнтізбесі. Олардың өздері жетілген әмбебап емес. Оның өзінің қателіктері бар екен. Тіпті Біріккен Ұлттар ұйымы 60-шы жылдары қазір соңғы әмбебап календар жасаудың проблемасын ұсынған. Бүкіл ғалымдар сол кезде үлкен үлес қосып жұмыс істеп бастады. Бірақ сол күйі табылған жоқ. Қазірдің өзінде. Енді қазір интернетті қарасаңдар үлкен құбылыс. Жақында біздің қазақтың ғалымдары сол форумға шығып ең керемет күнтізбе біздің ата-бабаларымызда болған екен. Ол үркер жұлдызының қозғалысына, ай мен үркердің екеуінің қозғалысына негізделіп жасалған күнтізбе болған. Оны қазақтар 9 есебі дейді. Мен соны дәлелі. Екі батыр соғысын, тіпті жырлардың ішінде де екі батыр соғысын үркер мен айдай тоғысты деген сөзін. Түсіндер ма? Сонда күнтізбе неге негізделіп тұр? Үркер мен айдай. Енді Григориан күнтізбесі неге негізделеді? Жердің күнді айналуына. Ал Хижра күнтізбесі ше? Айдың жерді айналуына. Түсіндер ма? Сонда жаңа Шәкәрім атамыздың айтқаны не болды? Сендер адам өзін жеке ешнәрсе ойлап таба алмайды. Тек мына әлемнің жазылып қойған қозғалысын алып, соған негізде күнтізбе жасаса, не болады? Сол сәйкес болады. Түсіндер ма? Так, жақсы. Енді былай жаса, бізде уақытымыз таяп қалды.
Иә? Сабақты қорытылайық. Мына қараңдар. Сен мынаны үлгере алмадың. Метасызбаға салатын болса, күнтізбенің даму тарихын. Иә? Адам не істеу керек еді? Уақытты өлшеу керек еді. Міне сол өлшеу нәтижесінде мыңдаған күнтізбелер дүниеге келді. Иә? Ал енді ол мыңдаған күнтізбелердің соңында екі күнтізбе қалды. Неліктен? Себебі ғылым дамыды. Кезінде ғылым дамыған кезде әркім уақытты әртүрлі өлшеді. Қарама-қайшылықтар болды. Дұрыс па? Енді негізгі әлемдік үдерісте ғылым дамыды, астрономия дамыды. Соның нәтижесінде не болды? Күнтізбе неге екеуі қалды екен? Хижра мен неге? Хижра мен Григориан қалды. Не үшін? Себебі олар Себебі не? белгілі бір деңгейлерге байланысты. Осы іздеген мақсаты қазір бізде табылды. Жаңа ғана айттым ғой сендерге. Ол енді дұрыс. Яғни аспан денелерінің қозғалысына негізделіп жасалған. Түсінді ма? Ал егер оған заңдылықты дәл біліп, соған негізделіп жасамаса, күнтізбе болмайды. Түсінді ма? Так, жақсы. Бүгін жалпы өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Иә, бәрін атсаласыңдар. Бірақ мен ойлағандай, мен ойлап сендер көп нәрсені сендер өздерің айтады деп айта алмай қалдыңдар. Енді үйге тапсырма, балалар. Егер осы мен жаңа сендерге айтқан нәрсе қызық болатын болса, мен әдейі интернеттен ссылкалар беріп қойдым. Мұны қараңдаршы. Мына біздің кім деген кісі Қамбар, Қалдархан Қамбар деп интернетте терсеңдер, мына халықаралық қазір форумда осы үлкен дау болып жатыр. Яғни біздің үлгерге негізделген күнтізбеміз қазір Европа ғалымдары мойындап жатыр қазір. Яғни тек қана Юлиан жаңа Григориан календары ғана емес, біздің де ата-бабаларымыз жасаған күнтізбелермен үйге тапсырма, осыларды мақалаларды қараңдар. Сосын жаңа Біріккен ұлттар ұйымының ғалымдардың қойған тапсырмасы не еді? Әмбебап күнтізбе жасау. Енді сіздерге айтайын, хижра календары 2,5 мыңда бір тәулікке қателік береді. Ал Григориан календарына біз қолданып жүрген 3000 жылда бір тәулікке қателік береді. Яғни қателігі бар. Адамзат әлі қатесі жоқ күнтізбе әлі жасаған жоқ. Соқтан бәлки сендер табатын шығасыңдар. Бәлки сендер жасайтын шығасыңдар. Үйге тапсырма, өздерінің нұсқаларында ұсынасыңдар. Жасыма, осы топ бойынша. Ол үшін мына мақалаларды оқысаңдар болады. Келістік па? Үйге тапсырма? Жақсы, осымен сабақ аяқталды. Сұрақ бар ма? Сұрақ барлығы? Бір-бір сендерден өтініш. Бір-бір, әр топ бір-бір ұсыныстан айтыңдаршы. Осы сабақта не қызық болды, не жаңалық ашсыңдар? Бес қоймақ пен айдың сәйкестігі қызық болды ма? Жаңалық аштың, не сен? Жақсы рахмет. Так, келесі топ. Маған жер күнтізбенің аймен сәйкестендіру және сол галактикадағы түсіндіңе соны? Жақсы, өте жақсы. Біздің күнтізбесінде қателіктер бар. Оны білген жоқ бедіңдер? Вот енді білдіңдер. Бұл біз қате күнтізбемен күн көріп отырмыз қазір. Так, сендер не қызық болды? Айта бар. Мынау екі бармақтың бір-бірімен ұқсастығы және олармен күн мен түннің бұның ғана ғой екен, иә? Бұны мен айтқан жоқ, кім айтты? Әл-Фараби. Так, жақсы, рахмет сендерге. Мен бүгін сабақтан шын өзіме керемет, жақсы әсер. Отыр. Сау бол.